Имам Термизи рахмахулланың Шамаил Мухаммади деген кітабында келеді. Имам Термизи рахмахулла пайғамбарды көрген емес, ол кісі сахаба емес, бірақ пайғамбар алейхиссаламның бойындағы түр әлпетін соны жинақтай келе сондай кітап жазып шыққан. Кітаптың есімін пайғамбар алейхиссаламды толық бейнелеуші деген кітап есімін қойды, Шамаил Мухаммадия. Сол кітабында пайғамбар алейхиссаламды құрметті бауырлар бізге таныстырады. Пайғамбар қандай болған? Пайғамбар алейхиссалам бойы орта, не ұзын емес, не қысқа емес, орта еді. Пайғамбар алейхиссаламның жүзі өте нұрлы еді. Пайғамбар алейхиссалам өте иықты кісі болған, жауырыны кең болған, екі жауырынның ортасында пайғамбарлық мөрі болған. Пайғамбар алейхиссалам жүзінде тек қана табассум, күлкі болған. Пайғамбар алейхиссаламның шашы өте қара болған, бұйра емес және тік емес. Бәлкім толқын секілді көріністегі өте жоғары сападағы шаш еді, имам Термизи айтады. Пайғамбар алейхиссаламның тістері өте бір әдемі ретпен қойылған моншақ тізбекте еді. Алдындағы мүбәрак күрек тістердің арасында кертігі бар еді. Өйткені ол адамға өте көрік береді дейді. Пайғамбар алейхиссаламның көзі домалақ болған, қарасы өте қара болған, ағы өте ақ болған. Пайғамбар алейхиссаламның дене бітімін, сол имам Термизидің риуаятында келеді, бір-біріне жалғасымды, үйлесімді, өте көрікті болған. Жүрген кезде мүбәрак денесі алдына қарап қозғалатын еді. Жоғарыдан төмен қарап құлап баратқан секілді алға қарап қозғалып жүретін Расулла. Және пайғамбар алейхиссалам жүрген кезде тез жүретін еді, және кеме секілді бір қалыпты жүріп отыратын еді. Бір қалыпты. Сахабалардың өзі елесе алмай қалатынбыз Расуллаға дейді. Өте тез жүреді, аяқтарын жылдам, және аяқтарын жерге қойған кезде өте жұмсақ қойылатын. Сезбей қалатынбыз дейді. Бірақ ілесе алмай қалатынбыз дейді. Кей жағдайларда ғана пайғамбар алейхиссалам оңға, солға денесі бұрылатын. Бірақ көп жағдайда денесі алдына қарап, тіктеліп, Расулла алейхиссалам осылай жүрісте жүретін еді. Егер бір адам пайғамбар алейхиссаламға «Я Расулла» деген сөзді естіп қалса, пайғамбар алейхиссалам бүткіл денесімен бұрылып қарайтын еді. Ешқашан мойнымен қараған емес. Пайғамбар алейхиссалам бір адамға қолымен нұсқау беріп сөйлегісі келсе, ешқашан саусағымен сөйлеген емес дейді. Бүткіл алақанын көрсетіп, бауырым деп осылай сөйлейтін пайғамбар алейхиссалам дейді.